Баршаңызға сәлем, сіздермен дәрігер Дина Мукатай. Жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі тақырыпта анемия жайында айтатын боламын. Яғни, анемияны қалай анықтаймыз, белгілері қандай, анемияны емдеу жолдары жайында нақты ақпарат алатын боласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, сізге қажетті пайдалы ақпараттан хабардар болыңыз. Жалпы анемия қанда эритроциттердің азайып, гемоглобин деңгейінің төмендеуімен жүретін ауру болып табылады. Ал гемоглобин темірге бай белок. Оның негізгі қызметі ағзаның тіндерін оттегімен қанықтыру, олардан көмір қышқыл газын алып, өкпеге қайтару. Гемоглобин деңгейінің төмендеуі организмде темірдің жетіспеушілігін көрсетеді. Соның салдарынан анемия дамиды. Жалпы анемияның дамуына алып келетін бірнеше факторлар бар. Гемоглобин деңгейінің төмендеуі көбінде әйел адамдарда жиі кездеседі, әсіресе жүктілік кезінде және омырау мен емізу кезінде. Себебі ананың ағзасына баланың қалыптасуы үшін көп темір қажет болады. Гемоглобин деңгейінің төмендеуіне әсер ететін келесі бір себеп ағзада паразиттің болуы. Сол себепті иммуноферменттік қан анализі мен нәжістік анализ міндетті болып табылады. Гемоглобин деңгейінің төмендеуіне көп мөлшерде қан жоғалту да әсер етеді. Әсіресе әйел адамдарда етеккір кезінде көп қан кетсе, геморрой кезінде, асқазан ішек жолдарының қан кету кезінде байқалады. Және де темірдің сіңірілуінің төмендеуіне алып келетін асқазан ішек жолдарының ауруларында да гемоглобин деңгейі төмендейді. Сонымен қатар, темірдің мөлшері тамақпен бірге жеткілікті мөлшерде ағзаға түспеген кезде гемоглобин деңгейінің төмендеуіне әсер етеді. Анемияның негізгі клиникалық белгілері бас айналу, бастың ауруы, әлсіздік, үнемі шаршау, тыныс алудың қиындауы, бозғылт тері, ұйқышылдық, шаштың және тырнақтың сынғыштығы байқалады. Сонымен қатар, тахикардия, дәмнің және иіс сезудің бұрмалануы болады. Анемияның себебін нақты анықтау, оның ары қарай дұрыс емдеу үшін өте маңызды болып табылады. Яғни, алдымен анемияның өзін емес, оның пайда болуына әсер етіп тұрған ауруды емдеу қажет. Егер адам гемоглобин деңгейін төмендетіп тұрған негізгі ауруынан айығатын болса, ағзадағы қан құрамы өздігінен қалпына келеді. Қандағы гемоглобин деңгейін көтеру үшін ең бірінші рационға темірге бай тағам түрлерін қосу қажет. Темірдің мөлшері сиыр етінде, бауырда, жұмыртқада, жаңғақта, қоңыр күріште, мейізде және гречкада өте жоғары. Егер де сізде гемоглобин деңгейі төмен болатын болса, шайды тамақтан кейін бірнеше сағат өткеннен кейін ішу қажет. Себебі шай мен кофе темірдің сіңірілуіне кедергі келтіреді. Қандағы гемоглобин деңгейін көтеру үшін темір препараттары тағайындалады. Темір препараттарының екі түрі болады: 3 валенттік және 2 валенттік. 2 валенттік темір препараттарына тардиферон, сорбифер, железофумарат, железоглюконат, тотема сияқты препараттар жатады. Ал 3 валенттік түрлеріне ферумлек, ферлатум, мальтофер сияқты препараттар жатады. Темір препараттарының сіңуі асқазанның қышқылды ортасында жүреді. Егерде асқазанның тұз қышқылдылығы төмен болатын болса, темір препараттары дұрыс сіңбейді. Сондықтан гастроэнтерологтың консультациясы міндетті түрде қажет. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны аса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі видеоның шығарылымында кездескенше.